Достар, бүгін осындай холодец дайындаймыз. Сиырдың бас сирағын жуып, суға салып, қайнатып, көбігін алып, жай отта 4-5 сағат пісіріп аламыз. Сүйегінен сылынып, осындай жұп-жұмсақ болып піседі. Мен бір дана сәбіздің қабығын ашып, сорпасына салып пісіріп алдым. Құйқамыз бен етімізді, сәбізімізді ет тартқыштан өткізіп аламыз. Пышақпен ұсақтап турап шықсаңыздар да болады. Балаларым сүйіп жейтін болғандықтан ет тартқыштан өткізіп, кішкене сәбіз қосып жасадым. Сарымсақты өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Сорпаны сүзіп, кішкене лавр жапырағын салып, тұз салып, сорпамызды бір 10-15 минут қайнатып аламыз. Қойдың бас сирағын қайнатып, сорпасын ішіп, құйқасын жесе, буын-буыны ауыратын үлкен кісілердің, келіншектерге пайдасы өте көп. 15-20 минут өткен соң сорпамыздан лавр жапырағын аламыз. Ыстық болып тұрған сорпамызға құйқамызды, етімізді, ұнтақталған қара бұрышымызды, сарымсағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Тұзын татымына қарай саламыз. Сәл тұзы өткірлеу болса, дәмді болады. Егер сізге былқылдап, дірілдеп тұратын холодец ұнайтын болса, сорпасын сәл көбірек қоссаңыз болады, сұйықтау қылып жасасаңыз болады. Бірақ ондай холодецтер өз формасын ұзақ ұстай алмайды. Бөлме температурасында еріп кетеді. Дайын массамызды мен осылай кекстің формасына құйдым. Кондитерлік кішкене қалыпшалар болса, соған құйып қойсаңыз, өзгеше әдемі болып шығады. Бетін салафанмен жауып, мұздатқышқа немесе салқын жерге қоямыз. Қалғанын осылай пештің табасына құйып, бетін тегістеп, салафанмен жауып, бұны да салқын жерге қойдым. Егер мұздатқышқа қойсаңыз, жарты сағатта дайын болады. Мінекей біздің холодеціміз дайын, түрі өзгеше, ерекше болып шықты. Мен тек бас сүйегінен жасағандықтан еті мол болды. Егер тек сирақтардан жасайтын болсаңыз, асқан кезде кішкене ет қосысаңыз болады. Осылай әсемдеп дастарханымызға қоямыз. Тоңазытқышта 3 тәулікке дейін сақтауға болады. Егер холодеціңіз биік болғанын қаласаңыз, көлемі кішілеу, биік ыдысқа құйыңыз. Дәмі сондай нәзік, ең бастысы денсаулығымызға өте пайдалы. Жасалу жолы өте қарапайым және оңай. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Сіздермен болған Гүлжанат, сау болыңыздар.